Иә. Негізі дәл осы камераға Ресейдің техноблогерлары осыдан 1 жыл бұрын толықтай обзор жасап тастаған болатын, бірақ қазақша емес. Дәл бүгін сіздер үшін арнайы Бақдәулет Әбжатов Autorental'дың былайша айтқанда спонсорлығымен сіздерге арнап дәл осы Sony FX3 камерасына шоу жасаймыз. Қазақстанда бағасы 1.700.000-ды құрайтын мына былайша айтқанда брутальный 6600-ге ұқсайтын камера, былайша айтқанда ішкі жағы өте сіздерге ұнауы мүмкін. Ол туралы да біз сыртқа шығып міндетті түрде түсірілім жасайтын боламыз. Пока корпусына тоқталып өтейік. Сіздермен бірге Бақдәулет Әбжатов, және де бұл менің алғашқы YouTube-ға салынып жатырған техно обзорым. Сіздерден қолдау, поддержка және де міндетті түрде колокольчикті басып кетіңіздер, өйткені жаңа техникаларға обзорлар міндетті түрде болады. Құрметті достар, және де бұл просто FX3-ке арналған обзор емес. Мына жерде бізде A7 бар, өздеріңіздің сүйікті камераларыңыз. Не үшін десем, өйткені біздің Қазақстан видеографтары бір камераны алып ұзақ уақытқа дейін өзгертпей жүреді. Оның ішінде мен де бармын. Дәл мына камера менің өзімнің жеке камерам. Мен қазір A7 FX3 алғым келіп жүр. Сондықтан дәл осыны сіздермен бірге тест жасап көретін боламыз. Ішкі жағдайда, интерьер жағдайында және де сыртқы экстерьер жағдайында арнайы модельдермен киімдер жалдап тұрып мен өзім осы видео шоуды жасап жатырмын. Сондықтан достар, және дальше кеттік. Экраны толыққанды жан-жаққа бұрылады, және бұл өте удобны. Sony A7-3-пен салыстырған кезде бұл функция менің ойымша ең бірінші орында плюсқа қоятын функциялардың бірі. Және де достар, дәл қазір біз 4К 100 кадрға түсіретін боламыз. 10 битті 4:2:2 дифференциалды желіде. Sony компаниясы бұл камераны кинокамера деп атап кетті. Не үшін десеңіздер, бұдан кейін шыққан FX6 камерасы ол енді полноценный кинокамера. А бұның алдында тұрған Sony Alpha 7S3 камерасы ол жалпы мына камера сияқты фотоаппаратқа да жатады. То есть өйткені не үшін десек, мына жерде оның мына глазогы бар. Видоискатель деп атаймыз ғой, видоискателі бар. Ал мына жерде ол видоискательді алып тастаған. Менің ойымша, мен мүлдем бұл видоискательді неше жыл болды, мен мына A7-3 ешқашан қолданған емеспін. Оның орнына Sony компаниясы мынандай бізге целый аудио студия берген. То есть мына жерде толықтай мына джек, мини джек барлығын тағаластыр, және де плюс мына жерде бүкіл аудионы баланстарымен келтіре аласыздар. Сондықтан достар, мен ойлаймын, бұл камера кинокамера қатарына кішігірім жатады деп. Несімен, формасымен біріншіден, екіншіден толықтай ішкі 10 бит түсіре алатын сапасымен, качествосымен, және де плюс менің ойымша бұл камераның толықтай кинокамераға жататын қасиеттерін біз міндетті түрде покраскіде, DaVinci'де білетін боламыз. Корпусына келетін болсақ, A7-3-тен қатты айырмашылығы жоқ. Не үшін десеңіздер, толықтай A7-3-тегі бар дүниелер барлығы сақталған, бірақ бір жақсы жері көріп отырсаңыздар, мына жерде наушник пен микрофонның былайша айтқанда входтары бір ячейкада тұр. Одан кейін бізде төмен жағында микро және де просто USB Type-C входтары, және де полноценный HDMI входы жасалған. Яғни не үшін десеңіздер, менің ойымша, бұл енді кинокамераға жақындатқасын, бұған спокойно кабельдер, HDMI кабельдер сала беру үшін жасалған дүние секілді. A7-3-те бұл HDMI үлкен емес, мини HDMI бар. Сондықтан енді менің ойымша үлкен HDMI болғаны дұрыс кинокамерада. Келесі бізде флешка туралы айтатын болсақ, флешканың бұл жерге сіздер екі түрін сала аласыздар. Дәл қазір мен жағдайымда тұрған Autorental ұсынған CFast деп атаймыз. CFast Sony 80 гигабайттық 700 мегабит секунду жазатын мына флешка монстр, енді бағасы да монстр. Менің ойымша бұл Sony-дің білесіздер өздеріңіз маркетинговый ходы, өйткені $400 тұратын флешка небәрі 80 гигабайттық флешка $400 тұрады, достар. Ойлаңыздар, $400 80 гигабайт. Сіз мынаны алып полный потенциалын ашам десеңіздер, онда міндетті түрде дәл осыны алу керексіздер. Не үшін десеңіздер, өйткені бұл камера 4К-да 120 кадр 10 битпен түсіре алады. Ойлаңыздар, 4К 120 кадр 10 бит менің ойымша өте керемет. Дәл қазір біз 4К 25 кадрға жазып жатырмыз. Бірақтан да менің ойымша, егер де сіздер мына камераны алып толықтай потенциалын ашам десеңіздер, онда CFast-тар міндетті түрде алу керек боласыздар. Егер де сіздің стабилизаторыңыз мына ауырлау келген камераны көтере алмай жатса, онда Sony FX3-тің 3 осьтық
толыққанды матрицалық стабилизация жүйесі сізге көмекке келеді. Кинокамера болғандықтан бұл жерге ASIM S3-тен разницасы система охлаждения қойған, воздушная система охлаждения деп атайды. Не үшін десеңіздер, менің ойымша бұл біздің елдерге өте керек дүние сияқты. Өйткені көп маркетинг жағдайы ма не үшін екенін білмеймін, Sony-лар енді шыны керек 4К жазған кезде ASIM 3 қызық бітеді. Мысалға біздің жағдайда той түсірген кезде в основном қызық бітеді. Сол үшін менің ойымша система охлаждения бұған жаңадан бір дем береді, жаңадан бір плюс болады. Сондықтан достар, егер де сізге былайша айтқанда Pocket Cinema-ға келер бір конкурент десем болады. Енді бірақ Pocket Cinema-ның бағасы бұдан 3 есе арзан. Но Pocket Cinema-ның бір минусы, сіз ол жерде поворотный экран алмайсыз. Енді просын ғана алмасаңыз, бірақ мынандай поворотный экран ол жерде жоқ. И сол үшін оған сіз мына клетка басқасы бәрін аласыз. Тем более мынандай аудио станция Pocket-та жоқ. Енді Pocket-қа да арнайы обзор жасайтын боламыз қазақша. Ал енді достар, тот же самый ASIM 3-ке қарағанда толықтай мына именно воздушный охлаждениесі прям плюс деп ойлаймын. Үлкен плюс даже мына Sony ASIM 3-ларға қарағанда. Бірақ бір минусы, кішігірім минус бар. Мына жерде автофокустың кнопкасын алып тастапты. Мен тоже пайдаланатын мұны. Автофокустың барлық Ресейдің, барлық американ блогерлар айтып жатыр. Мына жерде автофокустың кнопкасын басасыз да өзіңіз уже фокусировканың дүниесін тауып ала бересіз. Ал бұл жерде бұл экранның ішіне тығып тастаған. Және де сізге менюға кіріп, былайша айтқанда көбісі қорқытады, то что меню қиын деп, бірақ менің ойымша ешқандай қиыны жоқ. Менің ойымша меню спокойно, түсінікті, нормально. Енді включательді әдемі жерге қойған. В принципе, мына жақта бүйтіп қолыңмен іздеп жүрсең, а мына жерде сен спокойно алдынан не қыла бересің. В принципе, бүкіл функциялары мына жерден қалған, то есть выдержка барлығы, сыртқа ISO-сы барлығы ASIM 3-пен бірдей. Енді ASIM 3-тен озып тұрғаны бұл мониторы, одан кейін 10 биті, оны енді постпродакшн DaVinci міндетті түрде бояйтын боламыз. Және де плюс система охлаждения и плюс C-Faster атты флешка салынуы. Және де достар, батареясына келетін болсақ, блогерлардың айтуы бойынша NPV Z100 Sony ASIM 3-те, ASIM S3-те бәріне бір батарейка, бірақ мен ойымша мына жақта тез жейді батарейканы. Но все-таки 2,5 сағатқа жетеді дейді. Мен ойымша 2,5 сағатқа егер жетіп жатса, өте үлкен мықты көрсеткіш. Сондықтан достар, сіздермен бірге мен Бағдәулет Абжатов, және де бұл эфир аяқталды. Десем, сіздермен кешірмейтін шығарсыздар. Бірақтан да бұл эфир аяқталған жоқ. Бұйырса, дәл қазір біз мықты контент планет тұр достар. Алғашқы обзорым болғасын, планшет айтқанда строго не судите. Достар, және де бір ерекше айтып кететін дүние, бұл камерада Sony былайша айтқанда сіз постта басыңызды ауыртқыңыз келмесе, Cinetone технологиясын қосқан. Cinetone технологиясы не десеңіз, Cinetone технологиясы бұл беттің скин тонын және де басқа да сіздің түстерді дұрыс ретінде сақтап беретін, былайша айтқанда бір мен сөзіме айтқанда технология. Сондықтан достар, егер де постта басыңызды ауыртқыңыз келмесе, және де сіз қымбат блогер болсаңыз, былай селфи түсіретін, онда менің ойымша осы камера сізге арналған. Ал немесе сіз былайша айтқанда серьезный киномейкер болсаңыз, онда сізге де тоже осы камера жарық болады. Өйткені бұл камераға небір мықты картинкалар түсірілген. Сол үшін айтылмай қалған тағы да бір дүние бар. 7 Mark 3-тен разница. Бұл әрине 10 бит, оны енді сіздер білесіздер. Және де Blackmagic пен салыстыруға кішкене келмей қалады. Бірақ менің ойымша Blackmagic екеуін тоже салыстырып көреміз. Может, Blackmagic-тің картинкасынан да мықты болып қалар. Сондықтан достар, сіздермен болған Бағдәулет Абжатов және де Autorrental. Бұйырса, келесі қандай техниканы сравнить етейік, сол туралы жазып өтсеңіздер. Және де ұнаса лайк, коммент, және де қазақша видео үшін давайте максималды репост өздеріңіз страницаңызға белгілеңіздер. Өйткені бұл да бір үлкен еңбек. Баршаңызға үлкен рахмет.